Қайырлы күн, менің кішкентай достарым. Бүгін біз сіздермен ертегі әлеміне саяхаттаймыз. Ендеше, ақмақ қасқыр ертегісін тыңдауға шақырамын. Өрісте жайылып жүрген көп қойдың ішінен бір арық саулық қой бөлініп қала беріпті. Қалың шидің арасынан бір қасқыр шығады да: жүйрік асым, қайдан жүрсің? Іздегенде бұндай таптырмас едім. Бұйырған дәмге сөз жоқ. Енді сені жеймін деп бас салады. Сонда қой: жейтін болсаң, ажалым жеткен екен. Бірақ сен малтанушы едің ғой. Қарны қампиған, бұты түртиған, аузында бір ақ тісі жоқ. Бір асым еті жоқ. Тұла бойы тұнған шандыр, мені қайтесің? Одан да мені босат. Қоралы қойға барайын. Сөйтіп, қозымды әкеліп саған тартайын. Жылы жұмсақты сен жемегенде кім жейді дейді. Жылы жұмсақ деген сөз қасқырды қызықтырып жібереді. Сөйтіп ол қойды босатып жүреді. Арада біраз уақыт өтеді. Қой да жоқ, қойдың әкелер бағланы да жоқ. Қасқыр тамсанып: қой баласы момын ет, алдау дегенді білмеуші ет. Сірә оны ешкі антырған, алдаған шығар. Мен барып көрейін дейді. Сөйтіп бір белестің үстінен шығып қараса, қызылшаны көрт-көрт шайнап тұрған ешкіні көреді. Айналада қой да жоқ, қойшы да жоқ. Іздегенім сен едің деп қасқыр ешкіге бас салады. Жанымды алып қалуға себеп болар ма екен деп ешкі былай дейді: атаң да, анаң да жақсы еді. Қой тұрғанда ешкіні жемеуші еді. Мен қарапайым ешкі емеспін. Той-томалақта билеп, торқа киген ешкімін дейді. Ешкі билейді дегенді естімеппін. Ондай өнерің болса, қане көрсет, дейді қасқыр. Ендеше менің аяғыма қара да тұр. Мен бір билеп көрсетейін, дейді де ешкі олай секірет, бұлай секірет, олай секіріп, бұлай секіріп, топ қойдың арасына кіріп кетеді. Сол арада қойшы да келеді, ешкі де аман қалады. Міне достар, ертегі сізге ұнаса, сіздерді келесі айдарымыздың ертегі тыңдауға шақырамын.